жасаған кезде міндетті түрде перчатка қолданбаңыздар, себебі сіздердің биоэнергетикаларыңыз балаға берілу керек. Егер перчатка киіп алып массаж жасасаңыздар, ол ешқандай энергетикаламайды және балаға онша әсері болмайды. Сол себепті қолымыз таза және крем жағып барып балаға массаж жасайтын боламыз. Одан кейін құлақтың түбінде орналасқан, алдыңғы жағында сырғалы дейді, сырға тағатын жер, оны сырғалық дейді. Осы сырғалықтың алдында 2 нүкте орналасқан. Бұл біздің алдыңғы жаққа жауап беретін нүкте. Яғни біздің алдыңғы жақ бұлшық етімізге жауап беретін нүкте. Кейде балалар болады, ауыздан толық аша алмайтын балалар болады. Соларға яғни осы нүктелі массаж жасау өзінің септігі бар. Келесі бұл осы құлақтың артында орналасқан тағы нүктеміз бар. Бұл бізде яғни сырғалықтың артқы жағында деп аталады. Мынау бағанағы алдыңғы жағы болса, келесі артқы жағында. Бұл баланың біріншіден астыңғы жақтың бұлшық етін қатайтуға арналған. Сонымен бірге балаларда аузын айттық қой, толық аша алмаса, соған байланысты жасалады. Бұлшық ет, яғни шайнау бұлшық еттері деп айтамыз. Соған жауап беретін нүктелер. Одан кейінгі бізде тіл түбі дейміз. Тіл түбіне жасайтын массаж жасалатын нүкте. Осы тіл түбіне өздеріңіз білесіздер, баланың тілінің иегінің астына қолыңыз ұстасаңыз, кәдімгі шұңқыр, саусақ сиятын шұңқыр болады. Соған қолымызды батыңқырап, тілдің түбіне массаж жасайды екенбіз. Енді біз аузын ашып тілдің түбіне жасай алмаймыз ғой. Себебі балада лоқсып, құсу болады, жағымсыз әсер болады. Сол үшін бала емес, тіпті ересектерге де ол ұнамайды, жағымсыз болады. Сол үшін біздер тілдің түбіне массаж жасау үшін осы нүктемен қойып қолымызды сағат бағытымен өйстіп батыңқырап, кішкене саусағымызды кіргізе отырып массаж жасайды екенбіз. Сонда ол тіл түбіне массаж жасалады.